Мысалға, ер азамат барынша мықты болса, әйел адам сыртқа жаутаңдамайды. Яғни оның көзінің тірісінде бизнестерін жүргізіп, артығыменен дүниесін тауып, ертең тіптен күйеуі қайтыс болып кетсе де аштан өле қоймайтынын сезетіндей жағдайды негізі жасап кетуге тырысу керек. Енді менің қолымнан келген осы, енді мен өліп бара жатырмын, ар жағын өзің көресің ғой деу бәрібір қиын нәрсе. Неге дегенде, әйел адамдардың құлағы мен жүрегінің ортасы жақын ғой. Оларды жан жаққа бұрып кететін, оларды жан жаққа пайдаланып кеткісі келетін топтар да, бағанағыдай рухани күштер де көп қазіргі уақытта. Сондықтан негізі ең бірінші кезекте ер азамат көзінің тірісінде, мысалы қажылыққа барамыз ғой, қажылыққа барғанда қажылыққа барып келгенше отбасың өзін жақсы жағдайда сезінетіндей жасап кету керек. Әйтпесе қажылығың дұрыс болмай қалады. Бала шағаң аш отырып өзің қажылықта жүргенің дұрыс емес. Тура сол сияқты өмірден кетіп қалатын болсаң да, бала шағаң өзің есін жиып, етегін жабатындай уақытқа дейін негізі запас тіршілік болу керек.